Өз өмірінің чемпиондары. Абай атамыз айтады ғой, кеселді жалқау, қыл жақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сырты пысық, іші нас, артын ойлап ұялмас дейді. Бұнда сырты пысық деп тұрғаны сыртына бәрі әдемі киініп алады, бірақ іші сондай нас, ішінде көремаушылық, ішінде сондай ыза кек, ішінде өз-өзіне көңіл толмаушылық, өз-өзін бағындырмаушылық, іші толғандай насықты айтады. Соны айтады, іші пысық, сырты пысық, іші нас дейді. Артын ойлап ұялмас дейді. Соған қарап біз бірінші ішімізді жаңартуымыз керек. Мынау Титаниктегі айсберг бар ғой, айсберг, Титаник киносында. Сол айсбергтің 80% астында, 20% төбесінде ғана көрініп тұрады екен. Сол сияқты адамның 80% ішінде болады. Ішінде жылулығы, мейірімі, негативі, бүкіл махаббаты да, мейірімі де, жек көрушілігі де бәрі ішінде. Ал сыртында тек 20% ғана. Сол үшін бірінші ішімізді өзгертеміз, сыртымызды Аллах өзгертіп береді. Сен жүрегіңді, мейіріміңді, махаббатыңды өзгертсең, Аллах Тағала сенің сыртқы бейнеңді де, сыртқы айналаңдағы адамдарды да Аллах Тағала өзгертіп береді екен. Сол үшін біз өзімізді өзгертуіміз керек. Сол үшін де өз өмірінің қожайыны деп жатқанымыз сол. Бүгін бізде екінші сабақ күн тәртібіне бағыну. Күн тәртібі. Яғни Аллах Тағалам бізге айтты, 24 сағат берді. Енді осы 24 сағатта қалай жұмсаймыз? Қалай 24 сағатты тиімді етіп, екі дүниенің бақытына кенелуіміз үшін, екі дүниенің рызық несібесін алып, екі дүниеде де бақытты өмір сүру үшін біз 24 сағатта қалай жеткіземіз? Міне осы. Осы күн тәртібі. Осы 24 сағатымыздың 8 сағаты, 7 сағаты ұйқыға кеттік дейді. Енді қалған сағат не істейміз? Осыны бөлуіміз керек. Біз өткенде айттық, Аллах Тағалам бізге 24 сағатқа жететін энергия берді. Яғни телефонның 100% қылып, осыны кешке дейін жететін деп берді. Кешке тағы да ұйықтатып, сені тыныштандырып, энергияны толықтырып береді. Сол сияқты бізге күндігіне 24 сағат берген, сол 24 сағатты тиімді пайдалануымыз үшін өзімізге басқарушы болуымыз керек. Өзіміздің өміріміздің өзіміз қожайыны болуымыз керек. 24 сағатты дұрыс пайдалану сенің миыншығыңде. Аллах Тағалам саған берді, болды. Сен өзің пайдаланасың осыны. Қалай пайдаланасың? Қайда жұмсайсың? Өзің білесің. Абай атамыздың тағы бір сөзі бар. Ғылым, білім, ізденіс. Өзіңді тануың, танымасаң өзіңді не пайда оқып жарығым дейді. Ақыр сен білім алып оқып жатсың ба, сен өзіңді өзің тану керексің. Аллах Тағала маған 24 сағат береді екен ғой. Осы 24 сағатты мен дұрыс жұмсауым керек екен ғой. Ертең ол үшін сұралады екенмін ғой деп, өз-өзіңді танып, өзің 24 сағатын дұрыс пайдалану керексің. Мәселен, таңды сағат 5 пен 7-нің арасы. Осы кезде өте тиімді пайдалану керек екенбіз. Себебі таңда адамның миы өте тыныш болады. Сол кездегі алған бүкіл білім де, сол кезде жасалынған дұғалар да қабыл болады. Және осы 2 сағат, 5 пен 7-нің арасында 2 сағатты өте тиімді пайдаланып, өзіңіздің тәртібіңізге өзіңіз бағынғаныңыз жөн. Таңертең ерте тұрғыңыз келмей, нәпсіңіз басып жатса да тұрыңыз. Неге уақыт дегенде өтіп жатыр? Ертең сіздің де уақытыңыз кетеді, басқалары келеді. Сіз сөзі не деп айттың дейсіз, не істедім деп айтасыз. Сол үшін 24 сағатыңызды құр өткізбеңіз. Таңертең намазға ба? Тұрыңыз намазға. Дұғама? Тұрыңыз. Жүгіру керек па? Жүгіріңіз. Өзіңіздің тәртібіңізде не бар? Сол тәртібіңізге бағыныңыз. Мәселен, біздің жұмысымызда бізде күн тәртібі бар. Сағат 9-да кіресің, әбет уақытысы бар, кешке шығатын уақытысы бар, барлық уақытысы бар. Сол уақытында біз күн тәртібіне бағынамыз. Жұмысымыздың күн тәртібіне бағынамыз. Неге? Біз себебі жұмысымызда басшыларымыздан қорқамыз. Егер біз оның күн тәртібіне, мекемеміздің, жұмысымыздың күн тәртібіне бағынбаса, бізді не істейді? Жұмыстан шығарып жібереді. Бізге айлық төленбейді, ақша жоқ, міне. Кетеміз одан кейін, ойбай, бағынбасақ осындай болмайды. Ал неге біз өзіміздің басшымыздан қорыққаннан күн тәртібіне бағынамызда, неге біз өзіміздің күн тәртібімізге өзіміз бағынбаймыз? Неге? Осы сұрақтарды қоюымыз керек. Не үшін? Өзіміздің нәпсімізді жеңбегеніміз үшін.
өз өмірімізге өзіміз қожайын болмағанымыз үшін, біздің өмірімізге нәпсі қожайын болып кеткен үшін. Енді біз күн тәртібімізді жасадық. Сағат 5 пен 7-нің арасы. Мысалы, мен өзім күн тәртібімді айтып өтейін. Сағат 5-те тұрамын, дәретімді аламын, суымды ішемін, зәм-зәм суымды ішемін, оның тмин ішемін. Одан кейін барып жаңағы зікір айтып жүріп, жаттығуымды жасаймын. Аллахқа шүкіршілік айтамын. Алпыс рет Аллахым өзіңе сансыз шүкір. Осы өмірге келгенім үшін Аллахым өзіңе сансыз шүкіршілік айтамын. Менің әке шешем бар болғаны үшін деген сияқты шүкіршілік айтамын. Жаттығу жасаймын, кейде далаға жүгіріп, кейде үйде жасап. Одан кейін барып медитация жасап, намаз оқып, ораза жаңағы немді намаз оқып, балаларымды тұрғызып, жамағат болып намаз оқып, одан кейін міндетті түрде Аллах Тағаланың көркем есімін айтып, одан кейін зікір айтып, осындай дұғаларды жасап, осындай өзімнің күн тәртібім бар. Осы күн тәртібімен өзім бағыну керекпін. Бағынғың келсе де, келмесе де өзіңді бағындыру керексің. Бір күндері келеді, мүмкін ол бір айдан кейін, мүмкін ол бір жылдан кейін, мүмкін 2 айдан кейін сіз өзіңіздің күн тәртібіңізге ләззатпен бағынатын боласыз. Тағы да айтып кететін бір жағдай, егер де сіз өзіңіздің күн тәртібіңізге қойдыңыз, күн тәртібіңізге 100% күн тәртібіңізді меңгермесеңіз, өзіңізге өзіңіз ешқашан ренжімеңіз. Мен бүгін өзімнің күн тәртібіне 100% қамтымадым деп ренжімеңіз. Неге? Сіз күн сайын Аллахқа бір қадам жақындабасыз. Сіз күн сайын бір қадам дамып жатсыз. Сіз баяғы Гүлжахан күн тәртібі жоқ Гүлжахан. Ешқандай күн тәртібіне бағынбайтын, өзін басқармайтын, өз көңіл күйінде басқармайтын Гүлжаханмен қазіргі Гүлжаханды салыстырыңыз. Қазіргі Гүлжахан күн тәртібі бар, өзін басқару үшін әрекет етіп жатыр, өзін миын басқару үшін әрекет етіп жатыр Гүлжахан. Бірақ сіз өзіңіздің күн тәртібіңізге 100% бағынбай қалдыңыз. Енді сіз өзіңізге қапа болмаңыз, ренжіп қалмаңыз. Өзіңізді өзіңіз ренжітіп, өзіңізге өзіңіз мен осыны жасамадым деп өзіңіз қапа болып, өзіңізге өзіңіздің көңіліңіз толмаса, біз алдыңғы сабақта өткенімізде энергия көзін жеп қоясыз. Өз энергияңызды өзіңіз жеп қоясыз. Ол кезде сіз тіпті өзіңіздің күн тәртібіңізге бағынамайсыз, себебі энергия көзіңіз нөлге келіп қалды. Сол үшін де сіз 100% орындамасаңыз да, иншаллах 100%-ға орындайтын кезде келеді. Бірақ қазір 100%-ға орындамасаңыз да, мүмкін 5%, мүмкін 10%-ға орындайтын шығарсыз. Бірақ сіз сонда да алға қарай қадам баса беріңіз. Әсте бүкіл өзіңіздің күн тәртібіңізге өзіңіз бағынатын жағдайға жетесіз. Біз көбіне өзімізге көп нәрсе алып қоямыз. Біз барлық нәрсенің бірден болғанын қалап кетеміз. Біз бәрін бірден 5 уақыт намазымызды оқып, зікірді айтып, бәрін бірден жасағымыз келеді, күн тәртібін өте көп қоямыз. Ал келемізді біздің миымыз шошып кетеді. Мәссаған, мынаны Гүлжахан қалай жасайсың? Кеше ғана жатып ұйықтап жүретін, сағат 7-те тұратын Гүлжахан, сен қалай мынаның бәрін жасайсың? Ми шошып кетеді. Қалай сен бір күнде кітап оқып, осыны бәрін істей аласың деп ми шошып кетеді. Сол үшін сіз өз күн тәртібіңізді бірінші жаңадан қосатын болсаңыз, әдетті 2-ақ нәрсе қосыңыз, немесе 3-ақ нәрсе қосыңыз. Осылай 20 күн 3 әдетті қалыптастырып болған кейін 4-ші әдетті қосыңыз, кейін 5-ші әдет қосыңыз. Ол әдеттеріңіз сіздің кітап оқу болуы мүмкін, ол әдеттеріңіз сіздің жаттығу жасау болуы мүмкін. Ол әдеттеріңіздің сіздің түрлі жаңағы өзіңіздің миыңызды жетілдіретін сабақтар болуы мүмкін. Осылай сіз өзіңіздің тәртібіңізге өзіңіз бағынасыз. Күнделікті өзіңіздің өміріңіздің қожайыны болу үшін, өз өміріңіздің чемпионы болу үшін өз тәртібіңізге өзіңіз бағынуыңыз керек. Сағат 5 пен 7-нің арасын айттым. 5 пен 7-нің арасында сіз ерте тұрып, дұға оқып, дәрет алып, су ішіп, осындай пайдалы өзіңіздің болашағыңыз үшін пайдалы іс жасауыңыз керек. Бүйтіп байқап қарасаңыздар, азанда сіз ерте тұрдыңыз, бірақ ерте тұрмаған адамын қарасаңыз, өзін-өзі жұтынып, жұтқыншақта өзін-өзі жұтына береді. Неге? Себебі ауыздағы зиянды микробтар, микроорганизмдер сыртқа қарай шығу керек екен. Біз ерте тұрған кезде сол түнмен жиналып қалған микроорганизм жаман зиян заттарды шығарып жібереді екен мысалы. Ал сіз шығармай жата берсеңіз, ол ішіңізде одан сайын көбейіп, сіз шаршаңқы, ұйқыңыз қанбай, сонда да ұйқыңыз қанбай сергек болып тұрмайсыз. Ал ерте тұрсаңыз, сергек болып тұрасыз. Ерте тұрудың пайдасы өте көп. Сол үшін жаңа әдеттер қалыптастырғанда
күн тәртібіне бағынатын кезде ерте тұрудан бастағандарыңыз абзалырақ. Және ерте тұру, жаттығу жасау, таңғы дұға, таңғы ерте тұрып су ішу, бұл сізге күн тәртібіңізге ең бірінші қалыптастыратын мәселе деп ойлаймын. Және 9 бен 12-нің арасы еркін, мысалға физиологиялық еркін жігерді дамытуға арналған дейді. Яғни бұл жерде өзіңіздің кез келген, мысалға жұмысқа барасыз, сол жұмыстарыңызды жасай беруіңізге болады екен. Одан кейін келесізді, сіз ары қарай түскі уақыттағы намазыңызды осылай тағы да күн тәртібіне өзіңіз бағындырасыз. Одан бөлек сіздегі әр қадамыңызды зікірмен басып жүру, одан бөлек әр қадамды әрбір көрген адамға жақсы сөз айту, осының бәрі сіздің күн тәртібіңізге жатады. Яғни сіз бұдан бөлек те сіздің екінші сабағымыз күн тәртібі болды. Енді мен жалқау болмаймын, өзімді өзім дамытамын. Мен екі дүниелік бақытқа кенелетін адаммын. Мен үлгілі тұлғамын. Мен өз өмірімнің қожайынымын деген тұлғалар өзінің күн тәртібі туралы тағы да ізденіп, өзінің күн тәртібіне не қосқысы келеді, өзінің қандай адам болғанын қалайды, соған қарай күн тәртібінің құрауы тиіс. Және сол күн тәртібіне өзін бағындырып тұру керек. Себебі біз өзіміздің күн тәртібіне өзіміз бағындырсақ қана біз өз өміріміздің қожайыны және өзімізді өзіміз басқарушы боламыз. Ал егер де керісінше жағдай болған кезде, онда біз нәпсіміздің құлы болып кетеміз. Сол үшін мен сіздерге өздеріңіздің күн тәртіптеріңізге бағыныңыздар деймін. Өздеріңіздің күн тәртіптеріңізге жаңағы міндетті түрде намаздарды қоссаңыздар деген ойдамын. Себебі ол намаз екі дүниенің бақытына кенелтетін бірде-бір тамаша құрал. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Бүгін сіздермен болған күн тәртібі деген тақырыпты сабақ өріп біттік. Күн тәртібіне бағыныңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңіздің өздеріңіз қожайыны болыңыздар, жайнаңыздар, дамыңыздар, жадыраңыздар. Аллах тағала бұл өмірді бізді бақытты ету үшін, бұл өмірдің ләззатын сезіну үшін берген. Сол үшін де өз өмірлеріңізге өздеріңіз қожайын болып, өз өмірлеріңізді өздеріңіз бақытты етіңіздер. Бақыт сәттерден тұрады. Әрбір сәтті бақытты етіп өткізіңіздер. Рахмет.